Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен қарастыратынымыз газ заңдары, яғни жылу физикасы немесе молекулалық физика, соның ішінде біз газ заңдарын қарастыратын боламыз. Енді газ заңдары бойынша жалпы идеал газ, одан кейін бізде МК жаңағы Менделеев клапейрон теңдеуі, клапейрон теңдеуі, изопроцестер, одан кейін Дальтон заңы бойынша тақырыптар келеді. Жалпы газ заңдары бойынша ОБТ-да жинайтын балдарыңыз ол 3 балға дейін болады. Оның енді біз бүгін қарастырайын деп тұрғанымыз ол Б деңгейі 17-ші тапсырманы қарастыратын боламыз сіздермен. Так, сонымен кеттік. Ал осы газ заңдары бойынша сонымен бірінші сұрағымызды қарап жіберейік. Бірінші сұрағымыз машина дөңгелегіндегі ауаның көлемі берілген. Ауаның көлемі сіздерге берілген. Осы жерде бізде көлем бізде 0,, енді мен асықпай шығарам, 0,3 метр куб. Температурасы берілген, температурасы 300 кельвин. Енді құрметті оқушылар, мен осы есепті шығарған кезде неге бұның бәрін жазам? Өйткені есептің берілгенін дұрыс жазу, ол бізде есептің 50%-ін шығарғанмен тең, сондықтан есепті міндетті түрде осылай берілгенін бәрін жазып алған дұрыс негізі есепті. Енді бізде Менделеев клапейрон формуласына қоямыз. ПВ тең болады М бөлінген үлкен М, РТ деген формула. Осы жерден біз массаны табатын болсақ, масса дегеніміз ол ПВ М бөлінген РТ деп түрлендіреміз. Осы жерден енді массаның орнына қоям. Қысым дегеніміз 3 көбейтілген оның 5 дәрежесі. Көлемі дегеніміз 0,2. Одан кейін бізде мольдік массасы, оны біз мына жерде грамм болғандықтан килограммға айналдырамыз. 29 көбейтілген оның -3 дәрежесі деп аламыз. Осыны бөлеміз 8,31-ге, көбейтеміз 300 кельвинге. Сонда бізде бұл жерде жауабы жоқ шамамен 69 грамм деген жауап шығады. 69 грамм. Енді 69 грамм болады мына жерде. Жақсы, келесі есепті қарастырып жіберейік. Температурасы берілген. Келесі есепте бізде температурасы берілген. Температурасы бізде тағы да 27 градус, оны кельвинге айналдырамыз. Тура жаңағындай есеп. Бірақ енді бұл жерде көлемді сіздерге бермеген. Мына жерде көлемді тапқан кезде мына үшеуін көбейте саламыз. Сонымен бізде 20, сонда бізде көлеміміз жалпы 60 метр куб деген көлем аламыз. Атмосфералық қысым берілген, мольдік массасы берілген. Енді бізге тоже массасын тауып керек. Жаңа формулаға саламыз. ПВ тең болады М бөлінген үлкен М, РТ. Осы жерден біз массаны табатын болсақ, М тең болады ПВМ бөлінген РТ деп анықтай саламыз. Орнына қоямыз енді. Қысым бізде оның 5 дәрежесін қоямыз. Көлемі бізде 60, мольдік массасы 29, оның -23 дәрежесі болады. Одан кейін бізге R-ға 8,31-ді қоямыз. Температура бізде 300-ге тең. Енді осының бәрін есептеп жіберейік. 60-ды көбейтеміз 29-ға. Осы шыққан санды 8,31-ге көбейтеміз. Осы шыққан санды 300-ге бөліп тастаймыз. Сонда менде жоқ шамамен 69-да 8 килограмм деген жауап шығып тұр екен. Міне осы болады жауабы. Келесі есебімізге тоқталайық. Үшінші есепте бізге зат мөлшері берілген 1 киломоль дейді. 1 киломоль дегеніміз ол бізде 1000 моль, немесе оның 3 дәрежесі моль деп жазып аламыз. Қысым, температура барлығы берілген. Енді бізге заттың көлемін тап дейді. Заттың көлемін тап дейді. Енді біз бұл жерде тағы да Менделеев клапейрон формуласы ПВ тең болады нью РТ деген формулаға қоямыз. Осы жерден біз көлемді табатын болсақ, нью РТ бөлінген қысым деп жазамыз. Ньюдің орнына біз 10-ның 3 дәрежесін қойдық. R дегеніміз 8,31. Мына жерде 400 болады. 400-ді бөлеміз 10-ның 6 дәрежесіне. Сонымен бізде бұл жерде 8,31-ді көбейтеміз жаңағы 400-ге деп шығара салсақ болады. Сонда бізде жоқ шамамен 3,3 метр куб деген жауап шығады екен мына жерде. 3,3 метр куб болды. Жақсы, енді келесі есебіміз температурасы берілген. Температурасы бізде 27 градус. Осыны кельвинге айналдырамыз. Кельвинге айналдырсақ, бұл жерде 300 кельвин болады. Ауа молекуласының концентрациясын табыңыз дейді. Енді бұл жерде жалпы газ заңдары деп айтқанмен, бұл жерде идеал МКТ-ның формуласына кеткен.
Қысымның формуласы nkt деген формула бар. Осы жерден біз концентрацияны таба саламыз. Концентрацияны табу үшін қысымды ктға бөле саламыз. Сонымен бізде қысым 10-ның 5 дәрежесі, осыны бөлемін к дегеніміз 1,38, 10-ның минус 23 дәрежесі, температура бізде 300 болады. Осының бәрін бөле салам енді. Мына жақта үстіндегіні мен 100 мың деп ала салсам болады. 100 мыңды бөлемін жаңа 1,38-ге, осы шыққан санды 300-ге бөліп тастаймын. Сонда менде 241, жоқ шамамен 2,4, оның 25 дәрежесі моль болады екен. Келесі есебіміз бізде көлем берілген. Көлем бізде 64 метр куб болған. Енді бізден сұрап тұрғаны молекуланың санын сұрап тұр. Енді тағы да менделеп клапейрон қоямыз. ПВ тең болады N бөлінген N Авогадро RT деген формула бар. Осы жерден молекуланың санын табамыз. Молекуланың санын табатын болсақ, молекуланың саны ПВ көбейтілген N Авогадро бөлеміз RT деген формуламен анықтаймыз. Сонымен молекуланың санын табамыз. Қысым бізде 10-ның 5 дәрежесі, көлемі бізде 64, N Авогадро дегеніміз 6,2, 10-ның 23 дәрежесі, осыны бөлеміз 8,31-ге, температурасы 273 болады. Оны қойдық енді. 64-ті көбейтеміз бізде 6,2-ге, осыны бөлеміз 8,31-ге, осы шыққан санды бөлеміз 273-ге. Сонда менде жоқ шамамен 0,16, жоқ шамамен 0,2 деп ала салам. 10-ның 28 дәрежесі болды. Ол дегеніміз 2 көбейтілген, жоқ шамамен 2 көбейтілген 10-ның 27 дәрежесі болады деген сөз. Келесі 6-шы сұрағымыз температурасы берілген. Енді температура бізде 60 градус дейді. 60 градусты кельвинге айналдырып жібереміз. Ол бізде 333 кельвин болады. Сосын қысым берілген. Қысым бізде 14 килопаскаль. Кило деген 10-ның 3 дәрежесі паскаль. Енді бізге ылғалдылықты тап дейді. Ылғалдылық деген бұл жерде ро, тығыздық деген сияқты аламыз. Бұл жерде абсолютті ылғалдылық қой. Сондықтан енді қысымды тапқан кезде біз бұндай формула қолданамыз. Ро бөлінген М, RT деген формуланы қолданамыз. Осы жерден біз тығыздықты табатын болсақ, P көбейтілген М бөлінген RT деп шығарамыз. Енді бұл жерде тығыздықтың орнына қоямыз. Қысым дегеніміз 14 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Жаңағы будың мольдік массасы бізде 18 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі, 8,31, температура бізде 333 болды. Мұна 2 дәреже бізде қысқарып кетеді. 14-ті 18-ге көбейтем, осы бөлінген санды. 14 көбейтілген 18, осыны бөлемін 8,31-ге, осы шыққан санды бөлемін 333-ге. Сонда менде 0,91, жоқ шамамен жауабы А болады. Енді келесі есебіміз бізде көлемі берілген. Көлемі бізде 546 литр. Бұл жерде енді 46 литрді айналдырмай қоямыз, өйткені жауаптары литрмен тұр. Одан кейін температурасы, бірінші көлем берілген, температурасы берілген, ол бізде 300 кельвин болған. Мына жақта қысым берілген, қысым бізде 610 килопаскаль. 610 килопаскаль. Сосын температура 2 берілген, ол бізде 250 кельвин деп аламыз. 270-ті қосып тастадық мына жерде, Цельсийді кельвинге айналдырдық. Сосын екінші қысым берілген, ол бізде 453 килопаскаль. Енді мына жерде қысымдардың барлығы киломен тұрғандықтан біз оны айналдырудың керегі жоқ. Бұл жерде клапейрон формуласына саламыз. P1 B1 бөлінген T1. Мына жақта P2 B2 бөлінген T2. Орнына қойдық. Осы жерден бізге B2-ні табу керек. B2-ні табу үшін біз не істейміз? P1 B1 көбейтілген T2 дейміз. Осы шыққан санды P2 T1-ге бөліп тастаймыз. Болды, орнына қоямыз. P1 дегеніміз бізде 610, 610-ды біз 546-ға көбейтеміз. Температурасы 250-ге көбейтеміз. Осы шыққан сандарды P2 бізде 453, T1 дегеніміз 300-ге бөліп тастаймыз. Сонда сіздерде 613 литр деген жауап шығады. Жауабы бізде 613 болады.
Келесі сұрағымыз диаграммаларды изопроцесстерді анықтаңыз дейді. Бірінші изопроцесс, біріншісі мынау бірге қараймыз. Ол неден түзу сызық болып тұр? Температурадан түзу сызық болып тұр. Значит, бұл изотерма. Сондықтан изобара, изохора дегендерді алып тастадық, бірден С жауабы бола салды. Енді екіні қараймыз. Екіде бізде қысым түзу сызық болып тұр. Қысым түзу сызық болса, ол изобара. Үште мына жерде екеуінің ортасынан нөлден басталып тұр. Мысалы, мына жерде қысым, мына жерде температура ортасынан басталып тұр. Ол изохора болады деген сөз. Сонымен бізде изотерма, изобара, изохора болды. Бізге біріншісін тапсақ болды, ары қарай уже қоя салуға болады деген сөзді. Келесі 9-шы сұрақ. Тұрақты газ массасы үшін берілетін екі изохораға сәйкес келетін тұжырым. Изохора дегеніміз ол көлем тұрақты болады деген сөз. Көлем тұрақты болса, біз Шарль заңы деген заң қолданамыз. P1 бөлінген T1, P2 бөлінген T2. Енді қараймыз, осындай жауап бізде жоқ, осындай жауап жоқ болғандықтан біз керісінше бұл екеулердің орындарына ауыстырамыз. Сонда P1 бөлінген P2, T1 бөлінген T2 деп жазамыз. Сонымен жауабы бізде С жауабы болады деген сөз. Келесі сұрағымыз, идеал газдың температурасы изобаралы түрде 25%-ға арттырған, яғни температураны 25%-ға арттырған. Ол жерде былай жазамыз, T2 T1-ге қарағанда 125%-ға көп. Яғни 25%-ға арттырды дегеніміз, ол 100%-ке 25-ті қостыңыз, сонда ол 125% болады. Енді 125% болатын болғандықтан оны 1/25 деп жазып аламыз. Сосын ары қарай кеттік. Ары қарай бізде көлемі 1/75 литрге артты. Оны мен наоборот былай жазам. B2 ол B1-ге қарағанда 1/75 литрге көп. Енді бізден сұрап тұрғаны B2-ні тап дейді осыны. Так, бізде изобаралық процесс Гей-Люсак заңы деген заңды қолданамыз. Гей-Люсак заңы дегеніміз B1 бөлінген T1, B2 бөлінген T2 деп жазамыз. Енді мына есеп бізге удобно болу үшін біз B1-ді T2-ге көбейтеміз, және B2-ні T1-ге көбейтеміз деген сөз. Орнына қоямыз. Мысалы, B1-дің орнына B1-дің өзін қоям, T2-ның орнына 1/125 T1-ді қоям, ал B2-ның орнына мен B1 қосылған 1/75-ті қоям, сосын T1-дің орнына T1-дің өзін қоям. Сонда мына жерде T1 мен T1 бізде қысқарады. Мына жақта 1/25 B1 болады. Мына жақта азайту B1 дейміз, мына жақта 1/75 болды. Енді 1/25-тен 1/75-ті 1-ді азайтып тастасақ 0/25 B1 болады. Мына жақта 1/75 болды. 1/75-ті 0,25-ке бөліп тастаймыз. 1/75 бөлінген 0,25 ол бізде 7 литр болады. Сонда бұл жерде B1 дегеніміз ол бізде 7 литр болды. Бұны біз тауып алдық. Ары қарай енді мына орнына қоям. B2-ні тауу үшін B1 бізде 7 литр, 7-ге 1/75-ті қосып жіберем. Сонда 8/75 литр деген жауап шығады. Жауабы 8/75 литр болады екен. Келесі тұрақты температурада 50 литр газдың қысымы 150 килопаскаль болған. Қысымы 250 килопаскаль болған кезде газдың көлемінің өзгерісі қандай болады дейді. Енді бұл жерде тоже литрді айналдырудың керегі жоқ. Көлемі 50 литр болған кезде оның қысымы 120 килопаскаль болған. Тұрақты температура дейді. Бұл изотермалық процесс. Бұл жақта Бойль-Мариот заңы деген заң бар. Енді P2-ні сұрап тұр. Бізде ол 250 килопаскаль болды. Онда сіздерден қысымның көлемінің өзгерісі қандай болады? Енді Бойль-Мариот заңына салам. P1 B1 тең болады P2 B2. Осы жерде маған бірінші B2-ні тауу керек. B2-ні тауу үшін P1 B1 бөлінген P2 деп алам. Енді P1-дің орнына біз 120-ны көбейтемін 50-ге, бөлемін 250-ге. Мына жерде сызылып кетті. 250-ге бөлемін 250-ге. Так, 120-ны 50-ге көбейтіп 250-ге бөліп тастайтын болсақ, онда бізде 24 литр шығады. Мына жақта 24 литр ол соңғы несі. Енді бізге өзгерісін тауу үшін осы B1-ден B2-ні азайтып тастаймыз. Сонда 50-ден 24-ті азайтамыз. Сонда 26 литр болады.
Енді көптеген оқушылар осы жерде қандай қате жібереді? Олар екінші B2-ні табады, болды, жауабын 24 деп қоя салады. Өзгерісі деген сұрақты, мына жерде көлемнің өзгерісі деген нәрсені ескеру керек сіздерге. Жақсы, газ изобаралық жолмен 55 градусқа арттырғанда көлемі 20 градусқа артқан болса, онда бастапқы температурасы қандай? Енді мына жақта кейбір адамдар мына 55 градусты кельвинге айналдырып жібереді. Оны айналдырмайсыздар. Өйткені температураның мынандай Цельсийдің өзгерісі мен кельвиннің өзгерісі бірдей болады. Сондықтан бұны біз 55 кельвин деп аламыз. Көлемі 20%-ға артқан. Значит, бұл жерде B2 1/2 B1 деп аламыз. Өйткені 20%-ға артты деген сөз 120% болды деген сөз. Онда бастапқы температурасы, яғни Т1 қандай болды дейді. Тағы да бұл жерде изобара, біз изобараны жазған кезде білесіздер, B1 бөлінген Т1 дейміз, мына жақта B2 бөлінген Т2, Гей-Люссак заңы деген заңмен шығарамыз. Осы жерде бізге удобно болу үшін B1-ді Т2-мен көбейтеміз, B2-ні Т1-ге көбейтеміз деп жазып аламыз. Ары қарай қоятын болсақ, B1 мына жерде Т2-нің орнына Т1 қосылған 55 деп аламыз. Т1 қосылған 55, сосын B2-нің орнына 1/2 B1 деп аламыз, сосын мына жерде Т1-ді қоямыз. Мына екеуі бір-бірімен қысқарады, сонда мына жақта 55 қалды, мына жақта 1/2 Т1 азайтылған Т1 болады. Сонда мына жерде 0,2 Т1 болады. Енді осыдан біз Т1-ді табу үшін біз жаңағы 55-ті 0,2-ге бөліп тастаймыз. Сонда бізде 275 кельвин шығады. 275 кельвин. Бұл дегеніміз С жауап болады деген сөз. Келесі сұраққа кеттік. Келесі сұрақ бізде енді көптеген адамдар мына жерде Цельсийді кельвинге айналдырмай қояды. Мына жерде температурасы берілген, температурасы 1, бізде 273-ті кельвинге айналдырсақ 546 кельвин болады. Одан кейін бізде екінші температурасы 546-ны кельвинге айналдыра саламыз. 273-ті қосамыз, 819 кельвин болады. 819 кельвин. Сосын бастапқы көлемі берілген. Бастапқы көлемі 2 метр куб болған. Жеткізген кездегі көлемі, соңғы көлемі қандай дейді. Бұл жерде тұрақты қысым тағы да Гей-Люссак заңына саламыз. Бізге B2-ні табу керек. Формула жаңа білесіздер, B1 Т1, мына жақта B2 Т2, осы жерден бізге B2-ні табу керек. B2-ні табу үшін біз B1-ді Т2-ге көбейтеміз, бөлеміз Т1-ге. В общем, B1 бізде 546 көбейтеміз. Ойбай, мына жерде қате кетіп жатырмын. Так, B1 бізде 2 ғой. Керісінше жазып жатырмын. B1 бізде 2, осыны көбейтеміз 819-ға, бөлеміз 546-ға. Сонымен бізде 3 метр куб деген жауап шығады екен бұл жерде. Сондықтан жауабы А болды. Так, мынау тоже бағанағы есепке ұқсайды. Газдың температурасы 100 кельвинге артып, көлемі 20%-ға ұлғайса, бастапқы температура қандай болған? Изобара температурасы Т2, ол Т1-ге 100 кельвинді қосып тастағанға тең. Көлемі 20%-ға артатын болса, оны 1/2 B1 деп ала саласыздар. Енді бұл жерде негізінен Т1-ді табу керек. Енді осы жерде бір лайфхак қолдана салғым келіп тұр. Бұл жерде былай істейсіңдер. Мысалы 1/2 ғой, 1/2-ден 1-ді азайтамыз, 0,2, 100-ді 0,2-ге бөле саласын деген сөз ғой. 100-ді мысалы 0,2-ге қолдана бөле салсақ, 500 кельвинді Цельсийға айналдырамыз, 273-ті, сонда 227 градус болады деген сияқты. Енді жазып тағы да бір көрсете салайын. Бұл жерде былай жазамыз, B1 көбейтілген Т2, B2 көбейтілген Т1 деп наоборот жазамыз. Так, B1-дің орнына B1-дің өзін қоямыз, Т2-нің орнына Т1 қосылған 100-ді қоямыз, жақшаны жабамыз. Мына жақта B2-нің орнына 1/2 B1-ді қоямыз, көбейтілген Т1 дейміз. Бұл жерде B1 мен B1 қысқарады. Мына жақта Т-ның өзі қалды, мына жақта 100, 0,2 Т1-ге тең. Сонда Т1 бізде 500 кельвин болды. 500 кельвинді Цельсийға айналдыру үшін 273-ті азайта салдық деген сияқты шығарамыз.
Келесі есеп бастапқы қысымы 2 көбейтілген 10-5 дәрежесі паскаль. Газ температурасы изохоралық процесс дейді кельвиннен. Жақсы, енді бұл есепте қысым берілген. Қысым 2 көбейтілген 10-5 дәрежесі. Изохора деп айтып тұр. Шарль заңы қолданамыз, Т1 берілген, Т1 бізде 400 кельвинде боламыз. Т2 берілген, Т2 бізде 500 кельвин. Енді сізден сұрап тұрғаны соңғы қысымы қандай болды? П2-ні тап дейді. Формулан П1 бөлінген Т1, П2 бөлінген Т2. Орнына қоямыз. Бұл жерде бізге П2-ні тауы керек. П2-ні тауы үшін П1-ді Т2-ге көбейтеміз, бөлеміз Т1-ге. Так, П1 бізде 2 көбейтілген 10-5 дәрежесі, оны 500-ге көбейтеміз, бөлеміз 400-ге. Сонда 2-ні 500-ге көбейтеміз 1000, 1000-ды 400-ге бөлеміз, 2,5 көбейтілген 10-5 дәрежесі паскаль деген жауап болады. Жауабы Д болады екен. Келесі есебіміз газдың көлемі изотермалық жолмен 12 литрден 10 литрге дейін кемеді. Осы кезде газдың қысымы 60 килопаскальға өзгерген. Енді бұл жерде қараңыздар, көлемі кеміп жататын болса, онда қысымы артып жатады деген сөзді. Енді сіздер бірінші жазып алайық. Бірінші көлемі бізде 12 литр болған, екінші көлемі бізде 10 литр болған. Енді қысымы өзгеріп жатыр. Сонда П2 ол П1 қосылған 60 килопаскаль болады деп жазасыздар. Енді сіздерден сұрап тұрғаны П1-ді сұрап тұр. Менделеев Клапейрон Бойль-Марриот заңын жазамыз. П1 Б1, П2 П1 Б1, мына жерде П2 Б2. Так, П1-дің орнына П1-дің өзін қоямыз, Б1-дің орнына 12-ні қоямыз, мына жақта П2-нің орнына П1 қосылған 60-ті қоямыз, мына жақта 10-ды қоямыз. Енді мына жақта 12 болды, 12-ден 10-ды азайтамыз, сонда 2 П1 қалады. Мынаны жақшаны ашатын болсақ, ол 600 болады. 600-ді 2-ге бөлеміз, сонда П1 бізде 300 килопаскаль деген жауап шығады екен. Сонымен 300 килопаскаль деген аласыламыз. Так, келесі есеп, тұрақты қысымда ашық ыдыстағы газдың температурасы 27 градустан. Так, 27 градус болған. Температура Т1 бізде 27 градус, 300 кельвин болған. Т2 бізде 627 градус. 627 градус енді 273-ті қоссақ, ол бізде 900 кельвин болады. Так, 900 кельвин. Енді оның тығыздығы қалай өзгерді деген сұрақ болып тұр. Енді бізде формуланы жалпы білеміз. П тең болады ро бөлінген М РТ. Осы жерден тығыздықты алатын болсақ, ол ПМ бөлінген РТ болады. Значит, тығыздық температураға кері пропорционал деген сөзді. Онда температура 3 есе артып жатыр ғой бұл жерде. Онда тығыздық 3 есе кемейді деген жауапты аламыз. Температура 3 есе артса, тығыздық 3 есе кемейді. Келесі ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, яғни көлемі 2 есе кеміп жатыр. Ал температурасы 2 есе артатын болса, онда қысымы қалай өзгереді деп тұр. Так, көлемі 2 есе кемейтін болса, қысымы 2 есе артады. Көлем мен қысым бір-біріне кері пропорционал шама. Сонда көлем 2 есе кемейтін болса, қысымы 2 есеге не істейді? Артады. Ал температура мен қысым тура пропорционал. Сонда температура 2 есе артатын болса, қысымда 2 есе артады. Сонда мына екеуі біріккенде қысым 4 есе артады деп жаза саламыз. Келесі суретте идеал газ жүретін циклдік процесс көрсетілген. Екінші күйдегі температура қандай болады? Енді сіздер бірінші күйдегіні алып аламыз. Бірінші күйдегіні, мысалы мен бұл жердегі процесске қараймыз. Біріншісі бұл процесс бізде мына жақта температура, мына жақта көлем тұр. Значит, бұл процесс бізде изобара деген сөз. Изобара, онда бастапқы көлемін аламыз. Б1 бізде 2 В нолевойға тең. 2 В нолевойға тең. Т1 бізде Т нолевойдың өзіне тең болады. Т нолевойдың өзіне тең. Ал Б2 бізде
B2 бізде 3 b нолевойға тең болса, онда бізге T2-ні тап дейді. Енді процесс біліп отырмыз, изобаралық процесс. Изобара болғанда бізде B1 бөлінген T1, мына жақта B2 бөлінген T2 болады. Осы жерден біз T2-ні табамыз. T2-ні табатын болсақ, B2 көбейтілген T1 бөлінген B1 болады. B2-нің орнына қоямыз. Ол 3 b нолевой, T нолевой бөлінген 2 b нолевой. Сонда 1,5 T нолевой болады. Яғни 1,5 есе артады деген жауап болады. Келесі, массасы тұрақты идеал газ бірінші күйден екінші күйге өткенде қысымы не істейді деп сұрап тұр. Енді бұл жерде мына жақта қарап отырсаңыздар, қысымы бұл процесті бұлай түсіндіруге болады. Мысалы, сіздерде қазір істемей қалдым. Так, менің даусым естіліп тұр ғой. Так, бұл жерде қысымды артады деп аламыз. Себебі мына жерде көлем почти тұрақты деп айтуға болады, бірақ температураның өзгерісі қатты болып жатыр. Сондықтан температура жағы басып кетеді. Сондықтан температура көбірек жаңағы өзгереді деп аласыздар. Температура көбірек өзгереді деп аласыздар. Сондықтан бұл жерде қысым артады деп аласыздар. Так, келесі, өзара химиялық реакциялар түспейтін газдардың қосындысы қысымы жекелеген әр газдың парциялық қосындысына тең. Бұл заңды біз Дальтон заңы дейміз. Енді сіздер Ньютон заңы дегенді білесіздер, Ньютон бірінші, екінші, үшінші заңы деген бар. Шарль заңы дегеніміз ол изохоралық процестегі заң. Одан кейін бізде Паскаль заңы деген білесіздер. Паскаль заңы дегеніміз ол бізде сұйықтар мен газдарға қысым түсірілген кезде ол қысым барлық жаққа бірдей таралады. Сұйықтардағы қысым барлық жаққа бірдей таралады деп аласыздар. Келесі есепке кеттік. Келесі есепте бізде радиус берілген. Бұны біз R1 деп алайық. R1 бізде 3 мм деп алайық. Сосын екінші радиусы берілген, ол бізде 6 мм деп аламыз. Атмосфералық қысым берілген. Атмосфералық қысымды P нолевой деп алсақ болады. P нолевой бізде 100 килопаскаль. 100 килопаскаль қалпында қала берсін. Енді көпіршіктің бастапқы су бетінде орналасқан тереңдігі, яғни судан орналасқан тереңдігін тап дейді. Так, енді бұл жерде біз бірінші процесс атмосфералық қысым температурасы бірдей деп айтып тұр. Бұл изотерма деген сөз. Изотермада біз Бойль-Марет заңын қолданамыз. P1 B1 тең болады P2 B2 деп қолданамыз. Енді мына жерде P1-дің орнына мен P нолевойдың өзін қоя аламын. P нолевойдың өзін қойсам болады. Одан кейін B1-дің орнына мен шардың көлемін қоямын. Шардың көлемі 4 бөлінген 3 R куб. Мысалы R1 куб деп аламын. Сосын екінші P2-ның орнына мен P нолевой қосылған P гидростатикалық қысым деймін. Одан кейін мына жаққа 4 бөлінген 3 пи R2 куб деп аласыздар. Мына жерде енді 4 пен 4 қысқарды, 3 пен 3 қысқарады, пи мен пи қысқарады деген сияқты. Мына екеуін біріктіргенде мен мына жаққа былай жаза салайын, P2 деп ала салайын. P2. Так, енді мен осы жерден P2-ні табатын болсам, P нолевой көбейтілген R1-дің кубы бөлінген R2-нің кубы деп ала саламын. P нолевой бізде 100 килопаскаль, R1-дің кубы бізде 81. Так, R2-нің кубы, 6-ның кубы, ойбай, R1-дің кубы бізде 27, мен мына жерде қателетіп жатырмын. 27. 6-ны кубтайым, 6-ның кубы бізде 216 болады. 216. Сонымен мен 27-ні көбейтемін 100-ге, осыны 216-ға бөліп тастаймын. Сонда менде 1,125 килопаскаль деген жауап шығады. Так, кубтадым. 100 көбейтеміз 27, осыны бөлеміз 216-ға. 12-де 5 килопаскаль. 12-де 5 килопаскаль болды. Енді мен 12-де 5 килопаскаль
Так, мына жерде 12-де 5 килопаскаль кубы. Мына жерде сәл қателік кеттім мен. Қазір кешірім сұраймын. Мына жерде 12-де 5, мына жерде қате жазып кеттім. Мына жерде қазір қарап жіберейін. Мына жерде өтірік жазып кеттім. Мына жақта наоборот алып қойыппын. Қазір негізі бұны жазып отырғаным дұрыс негізі. Бірақ біз мына жақта P1-дің орнына P1 деп алайық. Мына жақта R1-дің бірден жаңағыдай көлемнің формуласымен аламыз. Ол дегеніміз 4 бөлінген 3 пи R куб деп, R1-дің кубы деп аламыз. Сосын P2-ның орнына мен атмосфералық қысымды аламын. Мен мына жерде дұрыс оқымадым. Атмосфералық қысымды аламын. Атмосфералық қысым тоже 4 бөлінген 3 пи, мына жақта R2 куб болады. Сонымен 4 пен 3 мыналардың бәрі қысқарады, пи мен пи қысқарады. Осы жерден мен P1-ді тауып керекпін. P1-ді тауып үшін мен P0-ді R2-нің кубына көбейтемін және R1-дің кубына бөліп тастаймын. Сол кезде менде көбейтейін жаңа. P0 бізде 100 ғой, 100-ді көбейтемін 6-ның кубына, 6 көбейтілген 6 көбейтілген 6. Осыны бөлемін 3-дің кубына 27-ге бөліп тастаймын. Сонда менде мына жерде 800 килопаскаль болады. 800 килопаскаль болды. Енді осы мен гидростатикалық қысымды табу үшін осы P1-ден жаңағы атмосфералық қысымды азайтып тастаймын. Яғни 800-ден 100 килопаскальды азайтамын, 700 килопаскаль болады. Енді ары қарай осы гидростатикалық қысым дегеніміз ол ρgh деген формуламен анықталады. Осы жерден h-ты табу үшін гидростатикалық қысымды ρg-ға бөле саламын. Так, гидростатикалық қысым 100 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Ρ дегеніміз ол 1000-ға тең, G 10-ға тең. Сонда бізде жауабы 70 метр деген жауап шығады. Мына жерде мен көріп отырсыздар, жаңа кішкене мына жақта ауыстырып жазып қойдым, байқамадым оқығанда. Сондай қателіктер жіберіп қоймаңыздар. Осымен бізде газ заңдары бойынша бізде сұрақтарымыз аяқталып жатыр. Яғни көріп отырсыздар, күннен күнге біздің тақырыптарымызда кішкене қиындап келе жатыр, байқап отырсыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар, қолдап жүріңіздер. Тақырыбымыз ұнаған болса, келесі жолы біз осыдан да қиынырақ тақырыптар қарастыратын боламыз.